Ассаламу алейкум, құрметті телегөрермендер. Асыл Қазына студиясының бүгін қонағы Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының Алматы облысы Жамбыл аудандық орталық шыңғысының мешітінің бас имамы Исламхан Қалжан Әржанұлы. Аға, студиямызға қош келіпсіз. Алғашқы сұрақ: қасиетті мереке Құрбан айтты қалай қарсы алу керек? Оның мәні мен мағынасы туралы айтып өтсеңіз. Бисмиллахиррахманиррахим. Әуелі Құрбан айт баршамызға құтты болсын. Келе жатқан Құрбан айтымыз. Құрбан сөзі араб тілінен алынды, қариб, яғни жақындау деген сөз. Бұл пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның бір хадисінде келтіреді, мал бауыздау арқылы Алла Тағалаға жақындау деген мағынаны білдіреді. Енді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады бұл жерде хадистерінде, Құрбан айт күні бірінші істейтін амалымыз бірінші намаз оқу, екінші құрбан шалу. Сондықтан да осы құрбан не үшін жаңағы бір үлкен мереке. Бұл жерде біздің тақуалығымыз сынға түседі. Адам баласының тақуалығы сынға түседі. Сондықтан да бұл мейрамды әрбір мұсылман тойлау уәжіп, міндет болып есептеледі. Құрбандыққа шалынатын мал қалай таңдалады және оны кімдер алуға мүдделі? Өте дұрыс сұрақ. Құрбандыққа кемістігі болмау керек малдың. Яғни көзі соқыр, құлағы кесілген, немесе аяғы ақсақ, немесе тым арық малдар жарамайды деген сөз. Сондықтан Құрбан айтты негізі дене бітімі түгел болғаны абзал. Малдың дене бітімі, жаңа мүшелері түгел және өзінің ең семізі, ең жақсысы сойған абзал болып есептеледі. Енді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам былай дейді: жағдайы бола тұрып құрбан шалмағандар біздің мешітімізге жоламасын деген. Демек, әрбір мұсылман адам міндетті түрде құрбан шалу уәжіп, міндет болып есептеледі. Мысалы, қазіргі бағамен есептесек, бізде қойдың бағасы 60 мың дейтін болсақ, бір айда 5 мың теңгеден жинайтын болса, шын ықыласымен, бір жылда 60 мың теңге бір қойды союға мүдделі. Ол адам міндетті түрде сою керек. Шариғат әр жылда шал деп атқан жоқ, жылына бір-ақ рет құрбан шалуды айтып жатыр. Және пайғамбар саллаллаху айтады, саллаллаху алейхи вассалам хадистерінде, ұмытпасам Ибн Мәжада келеді, әрбір үй жылына бір құрбан шалу уәжіп дейді, міндеті дейді. Сондықтан осыған қызығушылық болу керек әрбір мұсылмандар, және де құрбанды шалып үйрену керек. Біз қаражат жинап, сол құрбандыққа Алланың разылығы үшін қан ағызуымыз міндет. Құрбан айт кезінде мал бағасының өсімі жиі байқалады. Бұның шариғаттағы үкімі қалай? Мұқтатер дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жаман адам дейді, мұқтатер жаман адам дейді. Олар кімдер десеңіз, бір затты ұстап қойып, өзінің уақытысында қымбаттап сататын адамдарды айтады. Және де олар баға көтерілген сайын, қуанаттағы баға түскен сайын ренжитін адамдарды мұқтатер дейді, шариғат үкім бойынша. Бұлар жақсы адам емес. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жаман адам деп айтылды. Сондықтан бізге дәл осы кезде осы эфирді пайдаланып айтатынымыз, малды халықтың барынша түсіруге және халыққа қиянат жасамау керек. Өйткені қой бір жасқа толу керек. Қой мен ешкі бір жасқа толу керек. Ал енді Ханафи мазхабы бойынша 6 айлық қойдың шарты бір жылдық қойдың денесіндей ет беру керек. Денесі ірі болу керек деген сөз. Енді 5 айлық қойлы, немесе 4 айлық, 5,5 айлық тоқтыларды 6 айлық деп сатып жүруге болмайды. Қиянат жасамау керек халыққа. Сондықтан мал сататын адамдарға, біздің еліміз бойынша мал сатамын деп жүрген адамдарға біздің бір үндеуіміз бар еді. Шын мәнінде 60 мың теңгеден артық сатпасақ дейміз. Бұл енді ұсынысымыз. Өйткені мұсылман, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, мұсылман бола алмайды. Бір мұсылманға өзіне тілеген нәрсені өзгеге тілемегенше. Сондықтан бұл адам мұмин бола алмайды. Мұмин дегеніміз мұсылман бола алмайды деген сөз. Таза иман келтірген адамдардың қатарында бола алмайды. Сондықтан біздің айтарымыз, жалпы бір кісі Алла разылығы үшін шалам деп тұрған адамға көмектесіп жіберсек, сол адам кедейді шалып үйренсе, оны да иншалла малды болады деген сөз.
ол да жұмаққа, ол да сауап алатын дәрежеге алып бару біздің міндетіміз. Сондықтан да мұқтатир жақсы адам емес дейді. Тағы да пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям мынандай бір хадисінде келтіреді, сүйіншілейді енді. Алған затын сәл ұстап, кейінгі сататын болса, сол нарықпен сататын болса, яғни арзандатып, тым қымбаттатып емес, арзандатып сататын болса, ол адам садақа жасағанмен бірдей дейді. Садақа жоқ жетікке таратып бергендей сауап алады. Сауап алады. Сондықтан да сауап іздеген адам керісінше құрбан айтта малды қымбаттату емес, керісінше малды арзандатып, 4 күн, 3 күн ішінде құрбан айт біткенге дейін Алланың разылығын ала отырып, оның жаңа сынақтан дұрыс өтейін деп арзан. Оның түскен пайдасынан ол байып кетпейді. Немесе ол арзан сатқан үшін кедей болып қалмайды. Сондықтан біздің айтарымыз, құрбан айт кезіндегі 3 күндегі малды қымбаттату емес, керісінше арзан қылып сатса, немесе халықтың тиімді, халықтың қамын ойлап, елдің қамын ойлап, қазір дәл осы індетке байланысты, халықты қиналып жатқандығына байланысты, оның жағдайына қарап, керісінше оған жағдай жасап, осы малым осынша тұрады, осыншаға алсаңыз деп айтылатын болса, ол керемет болады. Ол сауап, мінекейіңіз, сонда ол да сауап алады, және шалған адам да сауап алады дейміз. 30 шілде арапа күні, яғни бір күндік ораза. Осы күні ораза ұстаған жанның 2 жылдық күнәсі кешіріледі дейді. Осы қаншалықты рас? Бұл пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның сөзі және хадисі, мүбәрак хадисі. Бұл кімде-кім арапада бір күн ораза ұстайтын болса, 2 жылдық күнәсі кешіріледі деген хадис бар. Оны жоққа шығара алмаймыз. Сондықтан да бір күн арапа күнінде, арапа күні және құрбан айтта біз сынға түсеміз. Тақуалығымыз сынға түседі. Бұл Адам алейхиссалам мен Адам алейхиссаламның 2 баласы Әбіл мен Қабылдан бастап құрбандық пайда болды десек, айтатын болсақ, Әбілдің дұғасы қабыл болып кетті, құрбаны қабыл болды дағы, Қабылдікі қабылмады. Екеуіне де қарайтын болсаңыз, Әбілдің ең қойшы еді, Әбіл ең әдемі, ең мықты қошқарын алып келді. Ал енді бұл жердегі екінші Қабылдікі, ол да құрбандық жасады. Ол екінші сорттық жемістерін алып келді, бидайын алып келді, екінші сорттық. Сол үшін Алла Тағала бұларын емес, Әбілдікін қабыл қылды. Әйтпесе екеуі де бірдей садақа беріп отыр. Сондықтан да бізде арапа күні біз сынға түсеміз. Арападан бастап үлкен құрбан айтқан біз сынға түсеміз. Не жағынан сынға түсеміз? Тақуалық жағынан сынға түсеміз, жомарттық жағынан сынға түсеміз. Сараң ба, жомарт ба екендігіне сынға түсетін кез. Осы сынақтардан дұрыс өту керек біз. Сондықтан арапа күні ораза ұстап және құрбан айтқа аузымыз мал сойылмағанша аузымызды ашпасақ. Негізі сондай. Енді қазір карантинге байланысты Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының фәтуасы бойынша күн шыққаннан кейін 1 сағаттан кейін құрбан шалуға рұқсат беріп отыр біздің елімізде. Сондықтан 30 шілде күні ауыздары ораза ұстағаны, арапа күні ораза ұстаған өте сауапты істейміз. Құрбан шалудың белгіленген уақыты бар ма? Иә, белгіленген уақыты бар. Ол туралы Құран-ы Кәрімде Алла Тағала айтады: "Фасолли лираббика ванхар". Бірінші намаз оқы, айт намазды айтады. Енді біздің төтенше жағдайға байланысты айт намазы оқылмай отыр. Содан кейін барып, енді құрбан шалыңдар дейді. Құрбан қай кезде шалынады? Құрбан күн шыққаннан кейін. Мысалы, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айт намаздан бұрын құрбан шалып қойғандарын ол құрбан емес дейді. Ол жай садақа дейді. Керісінше айт намазы оқылғаннан кейін барып құрбан шалсын дейді. Үшінші айттың асырға дейін шалуға болады. Ал енді 4-шіге емес, 3-ге дейін. Бұл жерде тағы да айтып кетейік. Арафа күнінен таң атқаннан бастап біз тәкбір ташрих айтамыз. Аллаху акбар, Аллаху акбар, ла иляха иллаллах, Аллаху акбар, ва лиллахил хамд деп 3 рет айтып отырамыз. Әрбір фарыз намаздарынан кейін айтып отырамыз. 3-ші айттың, 4-ші айтқанда осы нәрсені айтамыз.
осы тәкбірді айтамыз. Сондықтан да құрбанды уақыты бар, малдың қай уақытта шалыну керек дегенге біздің жауабымыз осы. Және де құрбан бұл Ибрахим мен Исмаил алейхиссалам, тарихта Ибрахим мен Исмаилдан басталады деп келтіреді тағы да. Өйткені екі пайғамбар, екеуі де пайғамбар. Алла Тағала Ибрахим алейхиссаламды баласы арқылы сынады. Баласы арқылы. Ал Исмаилді, мысалы Исмаил алейхиссалам тақуалығын сынады. Тақуалығы, Аллаға деген қаншалықты жақындығы. Және өзін әке мен бала, мысалы адам өз баласын өте жақсы көреді. Өте жақсы көреді. Ал енді бізге өз баламыз емес, бізге малды дейді. Дүние мүлікті айтып жатыр. Дүние мүліктерді құрбан шалуға бізге меңзеп жатыр. Мұнда адам шалу емес. Демек, бізге өз мал дүниеңізден Алланың разылығы үшін шалыңыз деп отыр. Бұл жердегі малдың етімен қаны бармайды. Бұл жерде сіздің тақуалығыңыз барады. Аллаға деген шын ықыласыңыз бар ма, жоқ па? Осы таразға түседі. Сіз сараңсыз ба, жомартсыз ба, осы да таразға түседі деген сөз. Сондықтан құрбан айтта баршаларыңызды құрбан шалуға және де жақындарыңызға осыны таратып берулеріңізге, көршілеріңізге жылы қабақ танытып, осыдан ауыз тиюге шақыруға үндейміз. Және де енді карантиннің кезінде барлығымыз қазір топырлап бара алмаймыз. Сондықтан онлайн жүйесі ашылып отыр Қазақстан мұсылмандар діни басқармасында. Ол арқылы да құрбан шалатын болса, ол өте тиімді, өте керемет нәрсе. Себебі бізде қабат-қабат үйде тұратын адамдар бар. Солар мысалы малды қайқа бауыздайды. Қай жерге қазір барлығы карантин. Мешіттің алдында десе, кейбір мешіттерде бауыздауға мүмкіншіліктер жоқ. Ал кейбір жерлерде қасапханалар мысалы жабық болып жатады. Соған байланысты, мысалы қаражатыңызды өткізесіздер, ол жерде бір қасапхананы дезинфекция жасалып, сол арқылы бақылау арқылы сіздің бейнекамера арқылы бақылай аласыз. Бұл да қазір заманауи фәтуа деп айта аламыз. Сүбелі сұрақтарға тұшымды жауап бергеніңіз үшін үлкен алғысымызды білдіреміз. Құрметті көрермендер, сұрақ жауап айдары сіздерге ұнаған болса, пікірлеріңізді қалдырып, арнамызға жазуды ұмытпаңыздар. Келесі жүздескенше жүзіміз жарқын болсын.